Сәлеметсіздер ме, көрермен? Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары? Қазақ тілінде қара сөзі тек жаман, негативті ойды ғана емес, әртүрлі символикалық мағынада да қолданылады. Мысалы, қара жер, туған жер, киелі жер деген мағынада. Қара шаңырақ қазақтың қастерлі, қасиетті үйі, оны үлкен үй деп те ерекше құрметтейді. Қара қазан, молшылық пен тоқшылықты, байлықты көрсетеді. Қара сөз, ақыл сөз. Келесі көп және күшті деген мағынада қолданылады. Мысалы, қара бұқара халық, қара күш, қара нөсер, қара суық, қара жұмыс және қара құрым. Әділдікке байланысты қара қылды қақ жару деген фразеологиялық тіркес те қолданылады. Келесі әдемілікке, сұлулыққа байланысты қара көз, сүмбіл қара шаш, мойылдай қара мұрт және қара қасы қиылған деген тіркестер де қолданылады. Еркелетуге байланысты қолданылатын қара сөзінің тіркесімі қарағым, қарғам, қарашығым және қара домалағым. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.